Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бүгін біз сіздермен Алла тағаланың көркем есімдері жайлы айтып бастаймыз. Жалпы ең бірінші бүгінгі дәрісте біз не нәрсені білуіміз керек? Бұл есімдерді білудің бізге қандай пайдасы бар? Және бұл есімдерге біз қалай иман келтіруіміз керек? Міне, бүгінгі кіріспе дәрісте біз осы жайлы айтатын боламыз. Пайғамбарымыз, Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, Инна лиллахи тис'ата тис'ан исман ми'атан илля вахида. Мән ахсоха дахулал джаннах. Алла тағаланың 99 есімі бар. 101-сіз. Кімде кім оны ахсоха деп келеді хадисте, яғни санаса, жаттаса, онда ол жәннатқа кіреді дейді. Осы жердегі ахсо сөзін ғалымдар әртүрлі түсіндіреді. Яғни тек қана жаттап қою жеткілікті ме, әлде қалай деген. Сонда ғалымдар айтады. Бірінші, бұл түсіну, тану дейді. Яғни осы есімдерді біз түсінеміз, және сол есімдер арқылы Алла тағаланы танитын болсақ, онда жәннатқа кіреді деген дейді. Ал екінші, ғалымдар айтады, кімде-кім осы есімдерді қолданып, дұға ететін болса, жәннатқа кіреді деген. Үшінші, бұл ахсоха деген сөздің мағынасы хадистегі амал ету. Яғни осыған сай өмір сүру деген. Мысалы, Алла тағаланы біз Рахман, Рахим, мейірімді деп білетін болсақ, онда біз де өзіміздің бойымызға осы Рахман, Рахим, яғни мейірімділік сипатын енгізуіміз қажет болады екен. Және де Алла тағаланың кешірімді, мейірімді, немесе естуші екен есімін білгеннен кейін бізде әрбір сөзімізде абай болу керек болады екен. Себебі бұл амал ету болып саналады. Яғни тек қана біліп, таблица бойынша жаттап алу жеткіліксіз болып табылады екен. Және де жалпы ғалымдардың айтуы бойынша Алланың есімі 99-бен шектелмейді. Бұған дәлел қиямет күні Алла тағала бұл дүниеде білмеген есімдерін маған үйретеді, мен сонымен айтамын дейді. Онда 99 есім деп неге хадисте келді дейтін болсақ, жалпы Алла тағала құлдарына жеңілдік қалады. Ең болмағанда осы 99 есімін жаттап алса екен, осы 99 есім арқылы мені таныса екен деп бізге тағы да жеңілдік қалаған екен. Өйткені одан да көп есімі болса, пенде жаттауға еріну мүмкін еді. Немесе бір ғалымдардың айтуынша, бұл 99 есімі бүкіл есімдерінің ішіндегі ең деген есімдері. Сондықтан да осы есімдерді ерекше атап кеткен дейді. Енді бұл есімдерге иман келтіргенде, сенген кезде біз қандай нәрсені ұстануымыз керек? Біріншіден, Алланың есім сипаттарын біз тек Құран мен сүннеттен ғана үйренеміз. Яғни ешқандай ғалым отырып, Алла тағаланы давайте былай атайық, ол мынандай ғой деген секілді өздерінің ойынан шығармаған. Тек қана Құранда келген және пайғамбарымыздың хадистерінде келген аттарды қолданған. Екіншіден, Алла тағала естуші, көруші деген сияқты мысалы біздің ақылымызға сиятын есімдермен сипатталған кезде біз оны ешкімге ұқсатпаймыз. Себебі Алла тағала ешкімге ұқсамайды және елестетпейміз. Мысалы, Алла естиді десе, ол құлақпен ести ма, ол мынандай ма, очки таға ма деген сияқты адамға ой келмеу керек. Себебі шайтан аузубилля Алла тағаланың өзі жайлы бізге Алла тағаланың былай айтқанда болмысы жайлы неше түрлі ойларды алып келуі мүмкін. Осындай кезде біз білуіміз керек. Алла ешкімге ұқсамайды. Біз Алланың өзін елестетпейміз. Алла тағаланы біз есім сипаттар арқылы және айналадағы жаратылысқа қарап біз таниды екенбіз. Яғни Алланың өзі жайлы емес, ғалымдардың айтқандай жаратылысы жайлы ойлаңдар деген. Келесі, Алла тағаланың есімдерінің барлығы көркем. Яғни бір есімі бір есімнен артық емес. Және де ол есімдер белгілі бір уақытта күшейіп, белгілі бір уақытта әлсіремейді, және белгілі бір уақытта пайда болған жоқ. Алла өзі бар ма? Сол кезден Алланың бойында осы есім сипаттар бар екен.
Біз мысалы айта алмаймыз, Алла тағала басында ашушаң еді, сосын барып мейірімді бола бастады деген секілді, адам секілді Алла тағала өзгермейді екен. Алла тағала әрдайым осы есім сипаттарға лайық болған. Осы есім сипаттар Алла бар кезден, былай айтқанда біз білеміз, Алла белгілі бір уақытта пайда болған жоқ. Алла қашаннан бар, сол кезден бастап бұл есім сипаттары Алланың бойында бар. Ал Алла тағала белгілі уақытта пайда болған жоқ, оны баршамыз біледі екенбіз. Енді әрине кейбір дұғаларда кейбір есімдері арнайы келген, біз соны ғана қолданамыз, бірақ барлық есімі Алла тағаланың көркем екен. Яғни Алла тағаланың бір есімдері жақсы, ал бір есімдері жаман, бір есімдері әлсіз, бір есімдері күшті деп біз айта алмайды екенбіз. Сондай-ақ Алла тағаланың әр есімінің мағынасы бар. Мүмкін қазақшада немесе басқа тілде біз оның толық мағынасын бере алмауымыз мүмкін, бірақ Алла тағаланың есімдерінің мағынасы болмауы мүмкін емес. Мысалы, кейде біз адамдарға ат қойған кезде ол есімнің мағынасы болмауы мүмкін, ал Алла тағаланың әрбір есімінің мағынасы бар екендігіне біз иман келтіруіміз қажет. Сондай-ақ Алла тағаланың кейбір есімдері жұп-жұп болып келеді. Оның өзінде де бір артықшылық бар екен. Ғалымдар айтқандай, ол есімдер бір-бірін толықтырады, және сол толықтыру арқылы Алла тағаланың жаңа сипаты пайда болады дейді. Және біз ол есімдерді сол жұп-жұбымен пайдалануымыз абзал болып табылады екен. Сондай-ақ мұсылманның сенімі Алла тағаланың есімдерін білумен толық болады. Біліңіздер, Алланы танымайынша, Алланы дұрыс танымайынша біздің иманымыз кәміл болмайды. Таухид деген сөзді көпшілігіңіз естіген боларсыздар. Яғни ислам дінінің мақсаты таухид деп айтамыз, Алла тағалаға ғана құл болу. Яғни осы таухид екі нәрседен тұрады екен. Бірінші, ол Алланы тану, және Алланы танығаннан кейін оған құлшылық ету. Яғни Алланы танымай біз оған құлшылық ете алмаймыз. Алланы танымай біз құлшылық ететін болсақ, онда біздің құлшылығымыз дұрыс болмауы мүмкін екен. Бірақ бірінші Алланы танып алайын деп уақыт кетіріп алмаймыз. Құлшылық ету барысында біз Алла тағаланы тануға әрекет жасауымыз қажет болады екен. Енді Алла тағаланы танудың қандай пайдасы бар? Бұл көркем есімдерді білген кезде бізге қандай пайда келеді деген сұраққа тоқтайық. Бұл жерде мына нәрсемен мысал келтірсек болады. Мысалы, сіз біреуге тұрмысқа шығатын кезде, немесе бір бизнес бастайтын кезде, немесе бір жерге көшетін кезде, әрбір өзіңіз үшін маңызды адаммен жұмыс жасасатын кезде, сіз ол адам туралы толық мәлімет алуға алдын ала тырысасыз. Ал Алла тағаламен қарым-қатынас жасағаннан кейін, Алла тағаламен байланыс ұстағаннан кейін, Алла тағаланы тану бұл өте маңызды болып табылады екен. Өйткені Алла тағаланы тану бұл сіздің махаббатыңыздың өсуіне, Аллаға қарай жақындауыңызға, Алла тағаланы одан сайын жақсы көруіңізге апаратын нәрсе екен. Мысалы, біз адамды мақтап, мадақтаған кезде, оның біз білмейтін кемшіліктері болуы мүмкін. Мысалы, Инстаграмнан сіз біреуді көріп жүруіңіз мүмкін, керемет деп ойлап жүруіңіз мүмкін, бірақ оның сіз білмейтін кемшілік тұстары, жаман мінездері, жаман қылықтары болуы мүмкін. Ал Алла тағалада ондай кемшілік, ондай жаман мінез деген нәрсе жоқ екен. Алла тағаланы сіз қандай қылып танысаңыз, Алла сондай. Себебі Алла тағала айтады, құлым мені қандай деп ойласа, мен сондаймын. Яғни сіз Алла тағаланы кешірімді, рахымды, мейірімді қылып ойласаңыз, Алла сондай болады екен. Яғни Алла тағалада біз білуіміз керек, әділетсіз ол, білмей қалды, немесе қарны ашады, ұйықтайды деген секілді адамдарда тән болатын кемшілік сипаттар, яғни сипаттар, бұл Алла тағалаға кемшілік болып табылады екен. Сондықтан оның бойында ондай сипаттар жоқ екен. Бірақ біз Алла тағаланың тек қана өзі үйреткен есім сипаттарымен ғана мақтай аламыз. Және одан асырып біз ешқашан мақтап мадақтай алмаймыз.
Сондықтан да біз өзіміз ойдан бір сипаттар Алла тағалаға қосуымызға болмайды екен. Бірде Айша анамыз түнде тұрып пайғамбарымызды, Алланың оған игілігі мен сәлем болсын, іздейді. Сөйтеді де тұрып қараса пайғамбарымыз намаз оқып дұға етіп жатыр екен. Және ол дұғасын естіп қалады. Ол дұғасында пайғамбарымыз: «Я Аллахым, мен саған сен лайықты болғаныңдай мақтау мадақ айта алмаймын, тек сен үйреткеніңдей ғана айта аламын» деп дұға етіп жатыр екен. Бұдан білетініміз, біз қанша мақтау сөздерді айтсақ та, Алла тағала одан да жақсысына лайық екен. Арабшада Алла тағаланың көркем есімдері Асмауллахил хусна деп аталады. Осы жерде хусна сөзі бізде қазақшада көркем есімдері деп аталады, аударылады. Ал енді осы хусна сөзіне араб тілінің грамматикасында қарайтын болсақ, хасан деген сөз бар. Хасан деген жақсы. Ал хусна деген ең жақсы деген мағынаны білдіреді екен. Неге олай аталды дейтін болсақ, бұл Алла тағаланың ұлықтығын әрі оған деген құрметті білдіреді екен. Яғни Алланың есімдері жай ғана жақсы емес, ең жақсы, ең көркем есімдер Аллаға тән екен. Ол туралы Алла тағала Құран кәрімде ең көркем есімдер Аллаға тән. Ендеше сол есімдермен үн қатып, оған дұға етіңдер деген. Енді Алла тағаланың есімдерін біліп, оны үйренудің қандай пайдасы бар? Жалпы бұл марафоннан біз не нәрсені қалаймыз дейтін болсақ, ең бірінші осы Алла тағаланың есімдерін біліп, оны үйреніп, оған иман келтіріп, оны тану арқылы ең бірінші біз жәннатқа кіруімізге себеп болады екен. Себебі пайғамбарымыз, Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, Алланың 99 есімі бар. Кімде-кім оны біліп, танып, зікір етіп, еске алып жүретін болса, оған сенсе, оған сай амал етсе, онда жәннатқа кіреді деген. Міне, ең бірінші біздің мақсатымыз Алланың көркем есімдерін білудегі, бұл өмірімізге енгізіп, сол арқылы жәннатқа кіру. Екіншіден, бұл есімдерді білуіміз біздің дұғаларымыздың қабыл болуына себеп болады екен. Өйткені Алла тағала Құранда осы көркем есімдермен сұраңдар деген. Ал Алланың елшісінің дұғасына қарайтын болсақ, ол былай деп дұға ететін болған: «Я Алла, барлық мадақтың сенікі екендігі арқылы сұраймын. Сенен өзге Құдай жоқ. Уа сый беруші, уа көктер мен жерді жаратушы, уа ұлылық пен шексіз жомарттықтың иесі. Уа мәңгі тірі, мәңгі өздігінен тұрушы» деп бір кісінің дұға етіп жатқан пайғамбарымыз естіп қалады. Сонда пайғамбарымыз мынау Аллаға дұға қылса, жауап беретін, қажетін сұраса, қажеті өтелетін ең ұлы есімі арқылы дұға қылды дейді. Сондай-ақ пайғамбарымыз бір мешітке кірген кезде бір кісінің тәшәһудта, намаздағы отырыста: «Я Алла, сенің Алла, бір әрі жалғыз, тумаған әрі туылмаған, мұңсыз және теңдесің жоқ екендігің арқылы сұраймын. Менің күнәларымды кешіре көр. Шын мәнінде сен кешірімшіл әрі өте рахымдысың» деп дұға етіп жатқанын көреді. Сонда пайғамбарымыз: «Оның күнәсі кешірілді, оның күнәсі кешірілді, оның күнәсі кешірілді» деп 3 рет айтқан екен. Және де Абу Бәкір пайғамбарымызға келіп: «Я Алланың елшісі, маған бір дұға үйретіңізші» деген кезде пайғамбарымыз: «Уа Аллахым, шындығында мен өз-өзіме көп зұлымдық қылдым, ал күнәні өзіңнен басқа ешкім кешіре алмайды. Мені өзі жаныңда жарылқаумен жарылқап, рахмыңа бөле, расында сен аса кешірімдісің, әрі ерекше мейірімдісің» деп дұға етуді үйреткен екен. Бұл дұғалардың барлығында біздің көретініміз Алланың елшісі Алла тағаланың есімдерін қолданып дұға еткен екен. Себебі бұл біздің дұғаларымыздың қабыл болуына, күнәларымыздың кешірілуіне себеп болады екен.
бұл дұғаларды мен сіздерге телеграмға жіберемін. Келесі, бұл есімдерді білу бізді Алла тағаламен таныстырады. Ал енді сіз Раббыңызды таныған сайын оған жақындамауыңыз мүмкін емес екен. Раббыңызды таныған сайын сіздің оны жақсы көрмеуіңіз мүмкін емес екен. Себебі кейбір адамдарды жақсы таныған сайын, оның қасында жүрген сайын, оның мінезін білген сайын біздің көңіліміз қалуы мүмкін. Сырттай оны жақсы көріп жүргенмен мүмкін қалмайды. Бірақ Алла тағаланы білген сайын сіздің оған деген махаббатыңыз арта түседі. Одан деген қорқынышыңыз бен үмітіңіз арта береді екен. Және де адам біреуден қорыққан кезде одан қашып, оның көзіне түспеуге тырысады. Ал Алладан қорыққан адам керісінше көбірек құлшылық жасап, оған жақындауды қалайды екен. Сонымен қатар Алла тағаланың есімдерін білудің келесі пайдасы бұл Алланың махаббатына ие болу екен. Яғни сіз Алла тағаланың көркем есімдерін біліп, Алла тағаланы жақсы көріп, сол есімдермен атап, сол есімдермен дұға етіп оны шақырған кезде Алла сізді де жақсы көре бастайды екен. Оған дәлел пайғамбарымыздың бір сахабасы әр намазында Ықылас сүресін оқи береді екен. Сонда басқа адамдар келіп пайғамбарымызға шағым айтады. Ол кісі намазда бізге имам болды және тек қана Ықылас сүресін оқи берді деген кезде пайғамбарымыз одан не үшін олай жасайтынын сұраңдар дейді. Сонда ол сахаба, бұл Ықылас сүресінде Алла тағаланың көркем сипаттарының барлығы айтылған, сондықтан мен осы сүрені оқуды жақсы көремін дейді. Сонда пайғамбарымыз оған Алла да сені жақсы көретіндігін жеткізіңдер деген екен. Яғни Алланың есім сипаттарын білу арқылы біз Алланы жақсы көреміз. Ал Алланы жақсы көріп, оған жақындау арқылы біз Алланың махаббатына ие болуымызға себеп туындайды екен. Сонымен қатар Алла тағаланың есім сипаттарын білудің пайдасы бұл біздің басымыздағы қайғы қасіретіміз бен уайымымызды кетіріп, оны қуанышқа айналдырып, жүрегімізге тыныштық нәсіп етеді екен. Себебі пайғамбарымыз қатты қиналған кезде «Ла илаха иллаллахул азимул халим, ла илаха иллаллаху раббул аршил азим» деген секілді Алла тағаланың есімдерін оқитын болған. Және Али радиаллаху анхуды да мазасыздық басқан кезде осындай дұғаларға үйреткен екен. Сонымен қатар Алла тағала өзінің есімдері арқылы дұға етіп, уайымымды кетіре көрші деп дұға етуді Алла елшісі үйреткен екен. Міне, ал бұл біз кішкене ғана пайдасын айттық. Бірақ біз білмейтін бұның артында жатқан қаншама пайда бар. Сондықтан әрбір есімін білу арқылы біз Аллаға жақындаймыз. Ал Аллаға жақын болған құлының міндетті түрде дәрежесі өсіп, абыройы арта береді. Алла тағала осы марафонымыз бізге пайдалы етсін, ары қарай үйреніп, тереңінен біліп, өзіне жақындауды баршамызға нәсіп етсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.